Қайырлы күн. Мен Жұмабекова Гүлмира Бектемировна Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы көпбейінді нөмір 5 гимназиясының тарих пәні мұғалімімін. Педагогикалық идеялар панорамасына Қазақстан тарихы пәнінен өзім құрастырған тарихи домино ойыны жайлы айтқым келеді. Ойынның мақсаты Қазақстан тарихы пәнінде тарихи домино ойыны арқылы оқушылардың есте сақтау қабілеттерін дамыту. Міндеттері Қазақстан тарихы пәніндегі хронологияларды оңай жаттауға дағдыландыру, кім, қайда, қашан деген сұрақтарға жауаптарды жаттаудың оңай, тиімді жолдарын меңгерту. Жалпы сабақ барысында түрлі ойындарды қолдану сабақты әсерлі және тартымды етеді. Ойын арқылы оқушы өздігінен жұмыс істеуге үйренеді, ойлау қабілеті дамиды, қорытынды жасауға машықтанады. Десек те, сабақта ойынға қойылатын бірнеше талаптар да бар. Мысалы, ойынның мақсаты нақты болып, керекті көрнекіліктер мен материалдар алдын ала таныстырылуы керек. Ойын ережесі түсіндіріліп, ойынға сыныптағы барлық оқушы қатысуы керек. Мен өз сабағымда ойынды пайдалануға тырысамын. Себебі тарих пәні ауызша сабақ болғандықтан, оқушылардың есінде көп сақталмайды. Сол себепті де ойынның пайдасы зор. Олай болса, тарихи домино ойынымен танысайық. Сынып оқушылары 4 немесе 6 топқа бөлінеді. Домино тастарын сырт жағымен жинап қояды. Оқушылар бір-біріне қарама-қарсы отырады. Мұғалім әр топтың тақырыптарымен таныстырып шығады. Алдымен бір ойыншы доминоның бір тасын ашады. Егер ол тас өзінің сұрағының жауабы болса, өзін жағына қалдырады да келесі тасты ашады. Ал егер өзіне тиесілі болмаса, онда қарсыласына береді. Осылайша екі жақ кезек-кезек тастарды ашу арқылы оларды дұрыс орнына орналастыру керек. Барлығын болғаннан кейін бір-бірін тексереді, яғни қатемен жұмыс жасайды. Мұғалім тексеріп болғаннан кейін ойынның жеңімпазы анықталады. Жеңімпаз топпен де, жекелей де шығуы мүмкін. Өйткені мұғалім қай топта кім ойынға қалай қатысып отырғанын анық көріп тұрады. Мен өз тәжірибемде осы ойынды мектепте өзім сабақ беретін барлық сыныптарға өткізіп шықтым. Оқушылар басында біраз түсіне алмай қате жауаптарды белгілегенмен, біраз ойындардан кейін үйреніп алды. Бұл ойын 6-11 сынып оқушыларына арналып жасалды. Ойын өткенді еске түсіруге, сол сияқты БЖБ-ТЖБ-ға дайындалуға өте қолайлы болып шықты. Әсіресе 10-11 сынып оқушылары қызығып ойнайды. Өйткені материалдың барлығы да ұлттық бірыңғай тестілеудің сұрақтары. Баба, Қанеки, бұл жұмыс сендерге қандай қиындықпен келді? Тапсырма орындау барысында өздеріңді қалай сезіндіңдер? Қиын болды ма, әлде жеңіл болды ма, қане айта қойды? Өте қызықты болды, көп мәліметін еске түсірдік. Сөйтіп тұрған ол суреттерді қай мәдениетте қандай әшекей бейнелеп табылды. Барлық тайпалар мен мәдениеттер туралы мәлімет болған бізде. Сыныпта сырмақта. Не алдыңдар өздеріңе? Еске түсіру болды. Қандай тақырыптарда ойнағыларың келеді? Сыру кезеңі, 20-шы ғасыр ма? Жақсы. 20-шы ғасыр, оны ескереміз. Негізгі 20-шы ғасырда көтерілістер бөлімінде жүр ол. Келесі сабақта ол ойынды ойнауларына болады. Жалпы қандай тақырып берілген сендерге? Ескерткіштер, тамаша, орта ғасырлық ескерткіштер және ғалымдар берілген. Жақсы, ал ойын барысын айта қойсаңдар, керек сөздің. Жылдары кішкене қиын болды. Хронологиядан жақсы, тағы ғалымдарды қатты қиналайды. Жақсы. Сонда ғалымдарды берген кезде мұнда ол кісілердің еңбектері беріліп тұр, еңбектерді жақтауға көмегі тие ме екен? Жақсы, тамаша. Яғни біз әлі де болса хронологиядан қиналамыз. Бәрін де соны? Жақсы, рахмет.
арқылы біз тарих пәнінен өзіміздің білімімізді нығайтып, ұжымшылдығымызды арттырдық. Тарихи домино ойынын сабақта пайдаланудың нәтижесінде менің оқушыларым Қазақстан тарихы пәні бойынша хронологияларды оңай жаттауға дағдыланып келеді. Тарихи оқиғалардың мазмұны мен жауаптарын жаттаудың оңай тәсілдерін меңгеруде және БЖБ-ТЖБ-ға дайындалудың тиімді жолын үйренуде. Бұл домино ойыны біз үшін өте қызықты болды. Осы ойынды ойнай отыра біз өзіміздің білімімізді бекіттік. Мен осы тарихи домино ойыны арқылы көптеген хандықтардың құрылған жылдарын, территориясын, астанасын білдім. Осы ойын маған өте көптеген ілім мен білім берді. Маған ұнағаны бұл ойынның процесі. Біз команда арқылы ұжымшылдығымызды танытып, домино ойыны біздің білімімізді тағы нығайта түсті. Қорытындылай келе айтарым, осы ойын оқушыларды достастырып, қарым-қатынастарын ұлғайтуға септігін тигізуде. Ойын оқушының өресін кеңейтеді, шыдамдылыққа үйретеді. Тарихи домино ойынын өзімнің педагогикалық идеям ретінде барша ұстаздарға ұсынғым келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет.